Тоқаев жайлы айтқаныңыз қатып қалды, жауап естілмеді дейді. Айттым ғой. Енді Алла ол кісіге ұзақ өмір берсін бірінші. Ел үшін жасаймын деген нәрсесін бәрін жасауды Алла нәсіп етсін. Соған Құдай мүмкіншілік берсін. Қасындағы адамдары адал, әділ болсын. Елдің тілеуі қабыл болсын. 30 жыл бір адамды көріп халық шашады. Жаңалық келсін, еліміздің басына жақсылық келсін, бақытты өмір болсын. Еліміз коррупциядан, туысқандықтан құтылатын болсын. Жастардың келешегі ашық болсын. Бұл кісі жастарды қолдап, көп іс жасап жатыр. Алла соған береке берсін. Өте жақсы. Өте мынандай ғылым білімдегі кісі болған бұл кісі, бұрыннан білеміз оны. Әкесі марқұмы да сондай кісі болған. Енді сіздер де бізде мүмкіншілік беріп, Құдайдан сұрайық. Алла атқарам деген нәрсесін атқарсын. Құдай нәсіп етсін, жақсылық нәрсесін берсін. Орысша айтқанда халық заслужил осындай басшыны. Кішкене қашан өзгеріс келеді екен дегеніміз, Құдай нәсіп етсін. Соған қуат беріп жәрдем берейік. Сізбен біздің жәрдеміміз жақсы сөз, жарымырыз. Сайлауға барасыз ба дейді. Барамыз. Сайлауға бару міндет болады. Сайлау барылу керек. Сайлау деген керек дүние. Ол әркімнің дауысы маңызды. Ол бұрылама, бұрмалайма, оған бастарыңыз ауырмасын. Біз сайлауға қатысып, өз дауысымызды беріп, азаматтық, мұсылмандық керек десеңіз парызыңыз болады. Сайлауға қатысу міндет болады, бауырлар. Ол дұрыс нәрсе. Бұл біздің келешегіміз ертең. Аллах Тағала сұрайды. Сен дауысыңды бердің бе? Сен дауысыңа байланысты болуы мүмкін. Әр бюллетень салғанда дұға қылып салыңыздар. Ұстаз, әскери адамдар туралы бір әңгіме естіп едім. Ол жұмыс емес деген. Соны айтып жөніші. Хан Кене дейді. Жаным, әскерилер болмаса, біздің тәуелсіздігіміз болмайды. Әскерилер болмаса, сен тыныш ұйықтай алмайсың, мен тиктокқа шыға алмаймын. Әскерилер болмаса, қыздарымыз күйеуге шыға алмайды, бала босана алмайды, өмірде соғыс болып, жоқ болып, ел кетеді, президент кетеді. Сондықтан аяулылар, әскери болу парыз, әскерде қатысу парыз, отан қорғау парыз. Егер президентіміз бас болып елді қорғауға шығыңдар десе, мен бірінші болып, барлығымыз лесіп президенттің артынан соғысқа шығу міндет болады жан. Елді қорғау, кешегі анау қаңтар оқиғасында елдің басын жинай алмай қалдық. Сондықтан сол кезде президентіміз жақсы шешім қабылдап, біраз елді басын жинап, міне бүгін енді әлбетте біраз қателік кетті. Ол бізге сабақ болды өмір бойына. Енді оны уақытысында несін береді бағасын. Бірақ біз десе де елді отанды сақтап қалуымыз шарт. Вот именно президент шықпайды. Дұрыс қой, президент шықпайды. Мен шығам, Құда қаласа. Сен шығасың, Құда қаласа. Біз шығамыз, Құда қаласа. Біздің жастар шығады, Құда қаласа. Бізге Құдай шығармай қойсын, еліміз тыныш болсын.